Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі тақырып бізде ЭКГ. Жалпы ЭКГ дегеніміз не? Тізшелер, интервалдар, жүректің өткізгіштік жұмысы туралы толық танысатын боламыз. Жалпы ЭКГ дегеніміз не? ЭКГ дегеніміз бұл аппарат. Бір сөзбен айтқанда, жүрек жұмысы кезінде туындайтын электр өрістерін зерттеу және де тіркеу әдістері. Жалпы ЭКГ-ні біз электродтардың көмегімен түсіреміз. Бұл электродтар бізде екіге бөлінеді. Негізгі электродтар және де кеуделік электродтар. Негізгі электродтар, бірінші кезекте негізгі электродтар жайлы айта кетейік. Негізгі электродтар қолдарға және де аяқтарға қойылады. Ең біріншіден оң қолға қызыл түсті электрод қойылуы тиіс, сол қолға сары түсті, оң аяққа қара түсті, сол аяққа жасыл түсті. Біз бұл электродтардың қойылу ретін жаттап алуымыз керек. Немесе оларды светофордың түсімен де жаттауымызға болады. Яғни бірінші оң қол қызыл түс, екінші сол қол сары түс, үшінші сол аяқ жасыл түс және де соңғы оң аяққа қара түсті электродтар қоюымыз қажет. Келесі электродтардың түрі бұл кеуделік электродтар. Кеуделік электродтар сәл күрделірек. Бізде кеуделік электродтардың 6 түрі бар: V1, V2, V3, V4, V5, V6. Енді осылардың қойылу орнын жаттауымыз қажет. Ең бірінші V1. Бұл 4-ші қабырға аралықта оң жақ төс қырда орналасады. Яғни біздің төсіміздің оң жағында 4-ші қабырға аралықта орналасады. V2. Бұл да тура солай 4-ші қабырға аралықта, бірақ та сол жақ төс қырында орналасады. Келесі V3-тен бұрын біз V4-ті бірінші қоюымыз қажет. V4 5-ші қабырға аралықта, сол жақ ортаңғы бұғана сызығы бойымен. Яғни суретте жасыл түспен көрсетіліп тұр. Бұғананың ортаңғы сызық бойымен 5-ші қабырға аралықта орналасқан. V4-ті қойып болғаннан кейін бірақ V3-ті қоюымыз керек. V3-ті осы V2 мен V4-тің тура ортасына қоюымыз қажет. Содан кейінгі электрод V5. Бұл бізде 5-ші қабырға аралықта алдыңғы қолтық алды сызығы бойымен қойылады. Және де соңғы электрод V6 5-ші қабырға аралықта ортаңғы қолтық сызығы бойымен қолданылады. Тура жаңағы негізгі электродтарды жаттаған сияқты кеуделік электродтарды да жаттап алуымыз керек, міндетті. Келесі кезекте біз электродтарды таныстық, электродтардың қалай қолданылатынын білдік. Келесі біз тізшелер туралы үйренуіміз қажет. Жалпы бізде P, Q, R, S, T, U деп аталатын тізшелер бар. Олардың әрқайсының өзінің қызметі бар, кешендер, комплекстер бар. Біріншіден P тізшесі бұл жүрекшенің жиырылу қызметін көрсетеді. Суретте ең бірінші күлгін түспен көрсетіліп тұрған P тізшесі. Одан кейінгі бізде QRS комплексі бар. Бұл бізде қарыншаның жиырылуын көрсетеді. Яғни P тізшесі жүрекшенің жиырылуын көрсетсе, QRS қарыншаның жиырылуын көрсетеді. Келесі бізде U тізшесі бар. U тізшесі бұл бізге ақпаратты көп бермейді. Я болмаса U тізшесінде мүлдем ақпарат болмауы мүмкін. Келесі T тізшесі бұл қарыншалар миокардтың реполяризация үдерісінің уақытын көрсетеді. Осы тізшелерінде әрқайсының қызметтерін жаттап алуымыз қажет. Және де осы суретті де жаттап алуымыз қажет. P, QRS, T тізшесі, U тізшесі, QRS комплексі. Және де бізде интервалдар бар, яғни PQ интервалы, CT интервалы деген сияқты. Келесі бізде жүректің өткізгіштік жүйесі. Жалпы біз ЭКГ-ні бастамас бұрын жүректің өткізгіштік жүйесі жайлы білуіміз қажет. Ең бірінші бізге жүрекке импульс синусты түйіні арқылы келеді. Синусты түйінен Бахман таяқшасы арқылы атриовентикулярный түйінге келеді. Яғни суретте AV түйінге Бахман таяқшасы арқылы келеді. Содан кейін бұл пульс атриовентикулярный түйіннен гиш шоғырына түседі. Гиш шоғырының аяқшалары сол жақ қарыншаға аяқша береді және де оң жақ қарыншаға аяқша береді. Ары қарай осы пульс миоциттерге Пуркина жасушалары болып тасымалданады. Осылай адамның жүрегі қалыпты жұмыс жасайды. Және де айта кету керек, сол жақ гиш шоғыры аяқшалары оң жаққа қарағанда көп болады. Себебі сол жақ гиш шоғырының аяқшаларының қызметі оң жаққа қарағанда көп, олар көбірек жұмыс жасайды. Осы жүректегі кез келген бөліктің, кез келген учаскесінің патологиясы, яғни ауытқуы, дұрыс емес болуы, бұл ЭКГ-да көрсетіледі. Жалпы ЭКГ-ның мақсаты осы жүректің қай учаскесі дұрыс жасамай тұрғанын көрсету. Бүгін мен
осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі бөлімін күтіңіздер.